істедім. Ксения Павловна, сіздің көмегіңіз керек. Мен дәрігер ренжітіп болдым. Не істеймін? Өтінемін, көмегіңізді беріңізші. Қалай ренжіттің? Тағы кісі, абыстан асқан кісі ғой, ол кісіні ренжіткенің дұрыс болмады. Өтінемін, көмегіңіз керек. Сен оның алпыстан асқанына сенімдісің бе, Бибігүл? Әлбетте. Қазір тексереміз. Ол кісіге дөрекі сөйлемейді. Бибігүл, ол кісі бүгін алпысқа толыпты ғой. Мен саған не дедім? Енді не істейміз? Таптым. Концерт ұйымдастырайық. Қайдағы концерт? Қандай концерт? Дәрігер қаншама әртістер мен әншілер емдеді ғой. Солардан тегін концерт ұйымдастырып беріңіз. Қалай қарайсың? Жақсы идея. Әрине. Олай болса, Бибігүл, сен осы іске көш. Ал мен мейрамхананы барып жалдай берейін. Ісіне сәттілік. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сізді болады ма? Біздің сүйікті дәрігеріміздің туған күні еді. Соған келіп, өзіңіздің көктем жайлы әніңізді бізге айтып берсеңіз. Армысың көктем, аңсадым көптен. Осы ән бе? Иә. Осы әнді біздің сүйікті дәрігеріміздің 60 жас мерейтойына бүгін кешке айтып берсеңіз жақсысы болар еді. Жоқ, ренжімеңізші. Менің қолым бос емес еді. Қаншама спектакльдерім бар. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сізді болады ма? Жоқ, болмас емес, барыңыз. Бір минут, өтініш. Жасамаңыз. Тыңдаңызшы. Бүгін біздің сүйікті дәрігеріміздің 60 жас мерейтойы еді. Соған келіп, өз өнерлеріңізді көрсетіп кетсеңіздер. Жоқ, айттым ғой сізге, жаман апар. Мен сізге қаншама рет айтамын. Өтінемін. Репетиция кезінде бөгде адамдарды кіргізуге болмайды деп. Алып кетіңіз. Бір, Өтінемін. екі, Өтініш. үш, төрт. Әртістер де бос емес, әншілер де бос емес. Не істеймін? Ой, Ксения Павловнаға не айтамын? Ой, не істедім? Ой, сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер, тұр етіңіздер. Мен сіздер келеді деп мүлде күтпедім. Сіздерге көп рахмет. Мен осыншама көп әртістер келеді деп ойламадым, Бибігүл. Мен ғой. Ісің сапалы, жақсы екен. Бүгін келгендеріңізге көп рахмет. Бүгін дәрігерім... Дәрігер қайда? Дәрігер үйінде шығар. Ксения Павловна, тез хабарласыңыз. Өтінемін, шақырыңызшы. Ал, дайындалайық. Мүмкін ол кісі келіп қалатын шығар. Өтінемін. Дәрігер келе жатыр, дайындал енді. Туған күніңізбен, туған күніңізбен, туған күніңізбен. Құрметті Анатолий Николаевич, мерейтойыңыз құтты болсын. Дәрігер, 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Сізді ренжітіп қалдым. Сізден кешірім сұраймын. Бірақ кешірім ретінде сізге ән арнап берсем. Не керек? Достар, әріптестер, бұл мен ойлағаннан да керемет кеш болды. Бұл туған күн менің есімде мәңгілік қалады. Барлықтарыңа мың рахмет. Сіздерге де рахмет.